Реалдың Қазақстанға келгені үшін әкеме рахмет айтыңдар. Қайырымдылық қыраны ма, Қампезердің ұлы ма? Нұрәлі Әлиевтің елге ақыл айтуы қаншалықты орынды? Назарбаевтың жиен немересі Нұрәлі Әлиев Инстаграм арқылы әкесін Атышулы Рахат Әлиевті мақтап, Қазақстан футболының дамуына үлес қосты деп жар салды. Бірақ футбол ма, бөшкеге көмілген банкирлер ме? Бұл бағдарламада Рахат Әлиевтің қылмыстық істері мен қатыгез әрекеттері, Нұрбанкісі, Новикованың өлімі, Сәрсенбайұлының қазасы, Назарбаевтар әулетінің жемқорлық пен билік құмарлық хикаясы, қайырымдылық атын жамылған қорлар мен Назарбаев университетіне бөлінген миллиардтар қайда кетті? Нұрәлидің қайырымдылық образын жамылып ақталуға тырысуы реваншистік күштердің белгісі ме? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын сәлден кейін беретін боламыз ағайын. Армысыздар, эфирде ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарбаевтың өзі түгілі жиен немересі Нұрәлі Әлиевтің өзі көсемсіп, елге ақыл айтқысы келіп, билікке таласудан кетер емес. Қайырымдылық қыранымын деп Франциядан бір шығады, темір адамын, суға да жүземін, жүгіремін деп Австриядан фильм түсіреді. Енді міне, әкем Рахат Әлиев болмаса, күні кеше Алматының төрінен атақты Мадридтік Реал футбол клубын көрмес едіңдер деп көлгірсейді. Алматының орталық стадионына келіп, Қайрат пен Реал ойынын тамашалаған Нұрәлі Әлиев Инстаграм желісінде былай деді. Соңғы күндері әкем Рахат Әлиев туралы көп жылы сөздер естідім. Жана жәннатта болсын. Бұл бекер емес. Дәл оның Қазақстан футбол федерациясын басқарған кезеңінде 2002 жылдың 25 сәуірінде еліміз Азия конфедерациясынан шығып, ресми түрде УЕФА-ға мүше болды. Ал кеше орталық стадионда Чемпиондар лигасының матчына куә болдым. Біздің алматылық Қайрат УЕФА-ның ең атақты клубы Мадридтік Реалға қарсы ойнады. Мұның бәрі Алматыда. Сол сәтте ғана бұл шешімнің қаншалықты стратегиялық маңызды болғанын шын сезіндім. Жылдар өтсе де ол өз жемісін беріп жатыр. Жақсы, футболды УЕФА-ға кіргізді делік. Бірақ Алматының өзінде УЕФА талаптарына сай әлемдік деңгейдегі бір стадион салынды ма Назарбаевтың тұсында? Алматының орталық стадионы шетелдік журналистердің қатаң сынына ұшырады. Ондағы инфрақұрылым еуропалық стандарттарға мүлдем сай емес екенін Испаниядан келген басылымдар ашық жазды. Коммунистік кезеңінің стадионы деген сипаттама берді оған. Алматының өзіндегі жағдай осы, ал өңірлерде не болып жатыр? Айталық Көкшетаудың оқ жетпесі, мысалы, Чемпиондар лигасына шықса, оның стадионы еуропалық клубты қабылдауға жарай ма? Жоқ әрине. Басқа жақтарда жағдай дәл осындай. УЕФА-ға кіргізбес бұрын Қазақстанның футбол инфрақұрылымын неге жөндемеді? Оның деңгейін көтеруге неге үлес қоспады? Қазақстанның клубы осымен екінші рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне жолдама алды. Бұған дейін Астана клубы осыдан 10 жыл бұрын ойнады ол жақта. Сонда 10 жылда бір рет еуропалық ойыншылардың жүзін көру мәртебе ме? Неге жылда ойнайтында еуропалық клубтарға бәсекелес болатындай жағдайға жеткізбеді футболды? Мәселе осында емес пе? УЕФА-ға кірместен бұрын соны ойлау керек еді алдымен. Қазақстан клубтарының болашағы алда деген пікірлер көреміз. Қайраттың құрылғанына биыл 71 жыл болды. Еуропалық клубтардың деңгейімен салыстыруға да келмейді. Осының өзі ойланатын жағдай емес пе? УЕФА стандарттарына сай емес бола тұра соның қатарына қосты. Ұлттық құрамамызды да, клубтарымызды да, кім болса да ұта беретін аутсайдерге айналдырды деп Рахат Әлиевке рахмет айтайық па? Немесе ОБСЕ-ні алдап демократиялық реформа жасаймын деп уәдені үйіп, соған төрағалық етуге жеткізді деп Назарбаевқа алғыс жаудырайық па? Қазақта қара жер хабар айтпасын деген сөз бар. Марқұм туралы не жақсы айту керек, не мүлде ештеңе демеу керек деген тәмсілді де еске түсіруге болады. Бірақ бұл қисынмен жүрсе кезінде 52 әйел мен баланың қанын мойнына жүктеген Ростов қасапшысы атанған Шикатило тәрізді Қампезер маньяк туралы да ештеңе айта алмаймыз. Ал оның қылмыстары туралы әлі күнге дейін тергеушілер мен зерттеушілер жан жақта
айтып жүр. Рахат Әлиев маньяк емес қой, Чикатилоның не қатысы бар деуге болады. Ол да рас. Әрине, Әлиев адам өлтірумен айналысқан кәнігі қылмыскер емес, бірақ ол биліктің маньягі болды. Билік құмарлығымен, қампезерлігімен, адамға деген аяусыздығымен ел аузына ілікті. Футбол демекші Рахат Әлиевті білетіндер мынандай жағдайда еске алады. Рахат Әлиев апта сайын доп қуалауды әдетке айналдырған кезінде өзі де футбол құмар адам болатын. Айналасы онымен доп тепкенде оған барынша көп пас беріп, оған гол соққызуға тырысатын. Бір күні футбол ойнап жүргенінде абайсызда бір адам доптың орнына оның аяғын теуіп қалған ғой. Бұған бұлқан талқан ашуланған Рахат Әлиев жалма-жан күзетшілеріне қаруын тартып алып, әлгі адамды тапаншамен қуалап, итше тепкілеген. Әлиевтің өзінен өзі тұтанып кететін ашушаңдығы, әлімжеттігі, кісіге қорлық көрсетуге бейімділігі елдің аузында жүрді кезінде. Рахат Әлиев Назарбаевпен билікке таласып тұғырынан тайған кезде иықтарынан ауыр жүк түскендей кеңінен тыныс алып демалды бүкіл ел. Себебі Рахат Әлиев ірі кәсіпкерлерді ғана емес, қарапайым саудагерлерді де қорқытып үркітуді әдетке айналдырған еді. Сондай мысалдардың бірін айтайық. Рахат Әлиев Алматының орталық стадионы маңында өтіп бара жатқанда жарқырап тұрған бір дүңгіршекке көзі түседі. Ол кезде стадионның көркін, жалпы сауданың көркін, сауда орталықтары емес, шағын дүңгіршектер қыздыратын. Міне, сол дүңгіршекті Әлиев жанындағыларға бұйрық беріп өзіне тартып алған. Мұны қалай атауға болады? Көресе қызарлық па, әлде билікке мастану ма, әлде дүние қоңыздық па? Қалай десекте Рахат Әлиевке ай дейтін ажа, қой дейтін қожа болмаған. Заман орнады бір кездері. Рахат Әлиевке байланысты кезінде баспасөз беттерінде мына тәуелсіз басылымдарда көп жазылды. Ол кезде 2000 жылдардың басында қазіргідей YouTube каналдар, Telegram канал, басқа да арналар қазіргі балама ақпарат көздері жоқ еді ғой. Ол кезде бары жаңа елдегі тәуелсіз газеттер. Ол ТАТ газеті, Свобода слова деген сияқты, Республика газеті болды. Солар арқылы елдің ішіне біраз ақпарат тарады, әрине. Рахат Әлиевтің қатыгездігі жөнінде, банкінің, Нұрбанкінің екі бірдей менеджерін ұрлап әкетіп өлтіргені жөнінде. Енді оны өзіңіз айтып кеткендей айтпаған қазір адам қалмады. Сондықтан енді маньяк тұрғысында мен енді оны бір тиісті құқық қорғаушы органның маманы емеспін. Бірақ сол ел ішіндегі әңгіме, сол баспасөзде жазылған мәліметтерге байланысты айтатын болсақ, әрине оның қатыгездігі шектен шыққан болды. Ол өзінің президент Назарбаевтың күйеу баласы екендігін пайдаланып, ойына келген істеді ғой. Жаңағы екі банкерді мәселен өлтіріп, оларды бір бөшкеге салып, үстіне известь құйып тығып кеткені жөнді. Бұл енді қатыгездік емес, бұл енді қампезерліктің қандай дәрежесі екенін дәлелдеуге болатын жағдай ғой. Сондықтан мен енді Рахат Әлиевпен өзім тікелей байланыста болған емес, бір аралас құрластығым жоқ, онымен соншалықты. Біз де оның тәуелсіз газет шығарып жүріп, талай жаңа қатыгездігін көрдік. Біздің редакцияға бірнеше рет қарақшылық шабуыл жасалды. Қызметкерлерімізді ұрып соғып, қол аяғын байлап, редакцияның барлық дүние мүлкін, жаңағы компьютерлік техникасын бәрін алып кеткен кездері болды. Архивімізді тонаған кез болды. Одан басқа жаңағы бір газет редакциясын өртеп жіберген кез болды. Республика газетінің редакциясына жаңағы иттің басын кесіп алып әкеп лақтырып тастаған кез болды. Сол сияқты Рахат Әлиевтің қатыгездіктерін тізе беретін болсақ, ол өте көп.
Рахат Әлиев деген есімді естісек ең алдымен оның жауыздығы ойға оралады. Назарбаевтың үлкен күйеу баласы Нұрбанктың қос банкирін ұстап, оларды көміп тастады деген күдікке ілінді 2000 жылдары. Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың денесін 2011 жылы Алматы тауларының арасынан бөшкеге салынған жерінен тапты. Қос банкирдің отбасы мен құқық қорғау органдары олардың өлі я тірі екенін 4 жыл білмеді. Халық арасында Нұрбанк гейт ісі ретінде танылған оқиғаға Рахат Әлиевтің тікелей қатысы болғаны сөзсіз. Тергеу мәліметі бойынша 2007 жылғы 1 ақпанда Рахат Әлиев өзінің кеңесшісі Вадим Кашлякпен бірге Нұрбанк басқарма төрағасы Әбілмәжін Гилимовты өз көлігімен қала сыртына алып кеткен. Ал екінші көлікпен Нұрбанк басқарма төрағасының бірінші орынбасары жолдас Темірәлиев ұрланған. Ер адамдарды Рахат Әлиевтің әкесіне тиесілі қосалқы шаруашылық аумағында 2 күн бойы күшпен ұстап отырған. Банкирлерді ұрлау арқылы олардың мүлікті өз атына аударуды талап еткен Әлиев. Гилимов пен Темірәлиев те активтерін беруін сұрап уәде алған соң оларды босатуға бұйрық берген. Алайда шамамен 1 апта өткен соң 9 ақпанда Рахат Әлиев пен Вадим Кашляк жолдас Темірәлиев пен банктың тағы бір топ менеджері Айбар Хасеновты тағы да қала сыртына алып кеткен. Осыдан кейін олардың ізі 4 жылға жоғалды. Банкирлердің өлтірілген болжамды күні 2007 жылдың 9 ақпаны. Банкирлердің әйелдерінің айтуынша Рахат Әлиев пен оның адамдары Темірәлиев пен Хасеновты қаңтарда Нұрбанктың кеңсесінде ұстаған. Оларды қорқытып, үркіткен. Ол кезде Нұрбанктың негізгі құрылтайшысы дәл осы Рахат Әлиев болса, басшылығында оның ұлы Нұрәлі Әлиев отырды. Демек, қос банкирдің жоғалуына, оларды азаптауына Нұрәлидің де қатысы болуы ықтимал. Тікелей сол лас жұмысқа араласпаса да, барлығы оның көз алдында өтуі мүмкін. Адамның өлімі қаншалықты кімге тиімді болуы мүмкін жалпы. Адам өлтіру ондай бір қатыгездік, аяусыз қатыгездік жасау мәселесі бұл енді сол қылмыскердің психикасына байланысты мәселе болуы мүмкін. Енді маман ретінде айта алмаймын, бірақ дегенмен өзім адами тұрғыда бір түйсікпен бағалайтын болсам, бұл енді аяусыз шектен шыққан, тіпті ауызбен айтып жеткізуге келмейтін қылмысты әрекет деп бағалау керек бұны. Нұрбанктың 2 менеджерін өліміне байланысты көптеген ақпарат жария болды. Оның өліміне Рахат Әлиевтің тікелей қатысы бар екенін Қазақстанда көп айтылды. Қоғамда дәлелденді. Бірақ бұған енді ол кезде ел президенті Назарбаев отырған кезде құқық қорғау органдар араласа алмады. Себебі енді өзінің қызымен ажырасып кетсе де, күйеу баласы дақ, былай айтқанда бәрі сөз өзіне береді президент Назарбаевтың сол кездегі. Сондықтан бұл тұрғыда пәрмен берілмеді тиісті мемлекеттік органдарға тексеруге және соны бір жария етуге. Әрине, Рахат Әлиевті шетелден алдыру жөнінде тиісті прокуратура органдары құжаттар жіберді, дайындады, бірақ қоғамдық тұрғыда қоғамды ақпараттандырмағаннан кейін бұл тұрғыда бұл өзі бір жақты әрекет болды. Оның үстіне Қазақстан Рахат Әлиевті шетелден алдыра алмаған себебі ол кезде елдегі Назарбаевтың режиміне қарсы шыққан оппозициялық тұлға ретінде танылып кетті Еуропада. Сол Еуропада жүріп көптеген баспасөз конференцияларын өткізді, арнайы кітап жазып шығарды. Қалай кітабының аты, ұмытып қалдым қазір. Сол кітабында көптеген Назарбаевтың тарапынан жасалған заңсыз әрекеттер айтылды. Соның нәтижесінде ол Еуропа қауымдастығында, халықаралық ұйымдарда Қазақстанның саяси режиміне қарсы тұлға ретінде танылып кеткен жағдайлары бар. Бұл жерде біз әрине біз ол кезде де сол еуропалық халықаралық ұйымдармен оппозицияда аралас болды. Бірақ біз енді
дәл сол сәтте Рахат Әлиев олай емес еді, бұлай еді деп нақты оның қылмыскер екенін дәлелдеуге оппозициялық ұйымдардың қауқары да күші де жетпеді. Рахат Әлиевтің саяси амбициясы болғаны рас. Оның Қазақстан аумағында қарулы жасақ дайындап, мемлекеттік билікті басып алуға әрекеттенгені 2001 жылы белгілі болды. Мұны сол кездегі ақпарат және қоғамдық даму министрі болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Назарбаевтың күзетінің басшысы қызметінде отырған Амангелді Шабдарбаев әшкереледі. Рахат Әлиевке кейіннен Назарбаевшылдығымен танымал болған саясаттанушы Данияр Әшімбаев жұмыс жасап, Мәскеуде Азиопа атты сайт ашады. Құрылтайшысы жасырын болған ақпараттық ресурста Назарбаевтан бастап барлық шенділер әшкерленеді. Оларға қатысты құпия мәліметтер, ешкім білмейтін материалдар жарияланады. Азиопа кімнің қолында деген сұрақ ашық тұрады. Алтынбек Сәрсенбайұлы бастаған сарапшылар мұндай ресурсты тек қана Рахат Әлиев аша алатынын түсінеді. Бірақ оны Назарбаевқа қалай дәлелдейді? Туған қызының күйеуі сізге қарсы жұмыс жасап жатыр дегенді президентке қалай жеткізеді? Ол үшін нақты дәлел керек. Сол себепті Алматы полиция қызметкерлері Шабдарбаевтың нұсқауы бойынша, ал ол өз кезегінде Назарбаевтан бұйрық алады. Данияр Әшімбаевты тұтқындайды. Ол кезде Алматы полиция департаментін Қалмұхамед Қасымов басқарып тұрған еді. Полициялар Әшімбаевты түрменің ішінде қыспақ алады, ал Рахат Әлиев пен Әлнұр Мұсаев саясаттанушына шығарып алуға әрекеттенгенімен қолдарынан келмейді. Небәрі бір түннің ішінде Данияр Әшімбаев Азиопа сайты туралы Рахат Әлиевтің өзіне қандай тапсырма бергені жөнінде барлық мәліметті айтып береді. Сол деректерді Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Амангелді Шабдарбаев Назарбаевқа көрсетіп, Рахаттың қандай құйтырқылыққа барып жүргенін әшкер етеді. Артынан тергеу жүргізсе Рахат Әлиевтің жалғыз Азиопамен шектелмегені белгілі болды. Оның қарулы күштерді дайындағаны, Назарбаевты улап өлтіруге жоспары болғанын, артынша өзі президенттік билікке келуге тырысқаны ашылады. Егер Рахат Әлиевтің орнында басқа біреу болғанда, Назарбаев оны бірден тұтқындауға бұйрық берер еді. Бірақ күйеу баласына аяушылық танытады. Рахатты босатты, тимеді. Сонымен Рахат неге шықты да, бәрі қолдарында ғой, хабарда, бәрі де, пресса бәрі қолдарында. Сол кезде Рахат телевизордан бетіп айтты ғой, мы теперь их будем мочить деді, покажем деп көрсетті. Содан отпускаға кетіп қалды. И президент айтты, енді ол менің күйеу балам, мен оның орнынан босатам, бірақ та күзетке қоюға өз қақым бар, кімді қойсам да, енді орынбасар болады деді. Деп отпускаға жіберді. Бір ай өткісі бітіп, отпускасы біткен кезде, жұмысқа шығатын кезде, бір рет ертең-ерте маған бүйтіп айтты. Енді Рахат сендерге келеді деді. И орысшалап қайтадан айтты. Он у вас порядок наведет деді. Сопқа? Иә, сопқа, иә. Ол жерде мен орынбасармын ғой. Иә, сол жерде орынбасар. Жеке күзеттің бастығымын ғой. Сонда мен ол кісіге бүйтіп айттым. Шындықты айтайын ба дедім. Айт деді. Сонда мен Рахат туралы айттым өз ойымды. Қандай адам екенін, не істеп атқанын, қандай екенін деді. Сол кезде де ұнамай қалды. Зұза болып кетті де, машинеге отырмай жүріп кетіп қалды да, ары бері жүріп келді да, қайтадан отырды да, үндемей отырды. Мен де үндемей отырмын. Кейде машиненің ішінде әңгімелесіп отырамыз. Үндемей отырды да, машинеден түсейін дегенде өзіне өзі айтты. Наведет он порядок деді. Өзіне өзі айтты. Соныменен болды. Әлиевтің озбырлығына қарсы кәсіпкерлердің, жас шенеуніктердің үлкен шоғыры бірігіп, Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрғаны белгілі. Олар Рахат Әлиевті барлық мемлекеттік қызметтен алып тастауды талап еткенімен, Назарбаев бұл сөзге құлақ аспай күйеу баласын жеке күзетінің басшысы етіп тағайындайды. Я хочу сказать свое разъяснение по вопросу, который возникло в нашем обществе. Тем более это касается моего родственника.
Мен қоғамда дау туғызған сұраққа жауап бергім келеді, және ол менің отбасыма тікелей қатысты. Қарапайым оқиға орын алды. Жағдайды бағалай келе, Рахат Алиев ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметінен отставкаға кету туралы өтініш берді. Менің ойымша, офицер ретінде ол бұл жағдайда дұрыс шешім қабылдады. Ол жұмысын қалыпты атқарды. Қызметіне қатысты жеке шағым болған жоқ. Оның тәжірибесін ескере отырып, мен оны президенттің күзет қызметі бастығының орынбасары етіп тағайындадым. Меніңше, бұл өз-өзінен бәрін айтып тұр. Ал мені кімнің қорғайтынын шешу менің құқығым. Это говорит обо всем, но кому меня охранять, позволено решать мне. 2001 жылы кешірім алған Рахат Алиев 2007 жылы Назарбаевтың қаһарына қайта ұшырады. Австриядан Қазақстанға оралудан бас тартқан Алиевті бас прокуратура тұтқындауға санкция береді. Артынан Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаевтың үстінен сырттай сот болып, олар 20 жылға бас бостандығынан айырылады. Рахат Алиевтің қылмысы мұнымен де шектелмейді. 2004 жылы Ливанның астанасы Бейрут қаласында қазақстандық журналист Анастасия Новикова қаза табады. Ресми версияға сәйкес, ол өзі тұратын үйдің балконынан құлаған. Алайда Новикованың туыстары оның өз-өзіне қол жұмсағанын жоққа шығарды. Айтуларынша, журналистің Рахат Алиевпен жақын байланысы болған және одан дүниеге қыз бала келген. Олар Рахат Алиевтің Новикованы азаптап өлтіруге тапсырыс бергенін мәлімдеді. Десе де бұл қылмыс сол күйі ашылмай қалды. Новикованы кімнің өлтіргені, оның қандай жағдайда қаза тапқаны сол күйі тергелмеді. Рахат Алиев те Дариға Назарбаева да билікке ұмтылғаны рас. Оларды осыған дайындаған, осыларға үміт еткен Назарбаевтың өзі. Қызын дайындаған. Бізде бір адамға қараған билік, авторитарлық жүйеде билікке отыру, билікте болу деген ол бір адамның қабағына, бір адамның көңіліне байланысты. Сол себептен бұда ешқандай бір таңғаларлық ештеме жоқ. Рахат Алиев қайнатасының арқасында барлық атақтарға ие болды, бәрі ие болды. Ал енді жаңағы Нұрәлі Әлиевтің айтқан сөзі рас, футболды Қазақстанда көтерген Рахат Алиев, оны атап кету керек. Ал енді қазір күн тәртібіне Рахат Алиев пен Дариға қайта кіріп жатыр. Олар деген, енді қазір Дариға тірі ғой, ол деген қазірде әлі үмітін биліктен үзген жоқ. Қалталары ақшаға толы, шетелде тыққандары, оларда түсінік жоқ. Саяси бәсекені олар көрген жоқ. Талас дегенді білмейді, білдіңіз бе? Сол себептен Дариға да, басқа да, ана жоғары жақта отырған қазіргі бұзаулар да, сайлауды көрмегендер де, көбі сол үміті 29-да сол ана жоғары жаққа барып отырсам деген ойлары бар, білдіңіз бе? Сол себептен бұл деген таңғаларлық жағдай емес. Енді таңғаларлық жағдай емес. Рахат кетсе де, Рахат секілді жандар өте көп. Рахаттың 10 Рахатқа татитын мықтылар отыр. Мықтылар дегенде жегіштер, опыштар, Қазақстанды томағандар, білдіңіз бе? Сол себептен барлық әңгімені қазір Рахатқа бұрып, Қожамжаровқа бұрып, басқаға бұрып, жалпы жүйе туралы айтуымыз керек. Бұл жүйеде неге Дариға Назарбаева үмітін үзген жоқ биліктен? Себебі ұры жүйе әлі сол күшінде. Міне, ұры жүйеден қалай құтылу біздің бас мақсатымыз болады. Әйтпесе Рахаттан өткен, Дариғадан өткен, жаңағы өткен болғанда жеу жағынан, ұрлау, тонау, халқын тонау жағынан олардан асып тұрғандар қазірдегі билікте отыр.
Рахат Әлиевтің тапсырыспен жасалған қастандығы мұнымен тоқталмады. Бұған қатысты болуы мүмкін тағы бір қылмыс Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның серіктерінің қазасы. 2006 жылы 11 ақпанда Алматы тауларының бөктерінде 3 адамның мүрдесі табылды. Бұлар Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі серігі Бауыржан Байбосы мен Василий Журавлев болып шықты. Көп ұзамай бұл қылмысқа қатысы бар күдіктілер ретінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнайы жасағының бірнеше сарбазы ұсталды. Олар Алтынбек пен оның серіктерінің телефондарын алып таныстарына берген. Қоғамда үлкен резонанс тудырған саяси қазаға қатысты Назарбаев та пікір білдірді. Ол бұл тапсырысқа қатысы бар адам ретінде Сенат аппаратының жетекшісі қызметін атқарған Ержан Өтембаевты айыптады. Талдықорғанда сот болып тапсырыс беруші ретінде Өтембаев Алтынбек пен серіктерін атқан киллер ретінде Рустам Ибрагимов және оларды ұстағаны үшін Арыстан жасағының сарбаздары ұзақ жылға қамалды. Алайда 2013 жылы бұл іс қайта қаралып, бас прокуратура Рустам Ибрагимовке Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс берген адам ретінде Рахат Әлиев пен Әлнұр Мұсаевты атады. Алтынбек Сәрсенбаевтың қаласына Рахат Әлиевтің тікелей қатысы бар деген мәселе өзі дүдамал күйде қалып қалды ғой. Қазақстандық тиісті органдар тарапынан ашық зерттеу, тексеру, тергеу мәселесі жүрмеді. Ол тағы да айналып келгенде жаңағы Нұрсұлтан Назарбаевтың имиджіне немесе соның абыройына, атағына дақ түсіретін президенттік беделіне әсер ететін мәселе болады деп қабылданғандықтан бұл тұрғыдағы тексеру тергеу мәселесі жабық күйінде қалды. Енді әрине қоғамда Алтынбек Сәрсенбаев пен оның екі бірдей жаңа оқ қағарына қатысты қылмыс Рахат Әлиев тарапынан жасалды деген ақпарат бар, мәлімет те айтылып жүр. Бірақ мен енді дәл соған Рахат Әлиевті қорғаған емес. Бұл қылмыстың артында Рахат Әлиев тұр ма, жоқ басқалар тұлғалар тұр ма? Тіпті сол кездегі мемлекеттік жоғары саяси биліктің тапсырмасы болды ма? Бұл тұрғыда мен бір кесімді пікір айта алмаймын. Бірақ қалай болғанда да Рахат Әлиевтің қылмысы деп жүрген қазіргі Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасы бұл айналып келгенде елдің саяси билігіне үлкен дақ түсірген жағдай болды. Себебі Алтынбек Сәрсенбаев сол кездегі оппозицияны топтастырушы, билікке қарсы протесттік қозғалысты ұйымдастырушы нағыз идеолог ретінде, нағыз бір тұлға көсем ретінде танылды. Осы тұрғыдан келгенде саяси биліктің де Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасына тікелей қатысы болуы мүмкін. Ол Рахат Әлиевтің қолымен жасалды ма? Жоқ әлде басқадай болды ма? Бұл жерінде бұл тұрғыда мен қылмыс осылай болды деп нақты айта алмаймын. Бірақ анау сотқа тартылған Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасына байланысты сотқа тартылған фигуранттардың кейбір пікіріне қарағанда Алтынбектің болғанын олар дәлелдеп айтты. Бірақ ол сот жабық тұрғыда болғандықтан, ол тұрғыдағы ақпарат қоғамға тарағандықтан, ол жартыкеш болғандықтан бұл жерде тағы да бір нақты кесімді тұжырым айту қиын. Мен бұл жерде бір өмірден баяғыда өтіп кеткен, біраз қайтыс болғанына біраз уақыт болған Рахат Әлиевті қорғаштайын деп тұрған жоқпын. Маған ақиқаты қымбат. Бұл қазаның ақиқаты ашылуы тиіс. Ол Алтынбек Сәрсенбаевқа ғана қатысты емес, ол Заманбек Нұрқаділовке қатысты қылмыстың барлық жағдаяты ашылуы керек. Заманбек Нұрқаділовтың қазасы ол енді бір әлі толық айтылмаған, ашылмаған, зерттелмеген мәселе болып қалды. Рахат Әлиев те Әлнұр Мұсаев та бұл айыпты жоққа шығарғанымен елдің көкейінде көп сұрақ қалғаны рас. Қалай болғанда да Алтынбектің қазасына қатысты бұл іс толық тергелді, шындық ашылды деп айта
алмаймыз. Жаңа Қазақстан билігі Алтынбектің қазасына байланысты одан 3 ай бұрынғы жұмбақ жағдайда көз жұмған Алматының бұрынғы әкімі Заманбек Нұрқаділовтың өліміне қатысты тергеу жүргізсе деген ой бар қоғамда. Бұл екі қылмыстың ашылуы Назарбаев кезеңінің ең қанды қылмыстарын әшкерлеуге әкеледі. Алтынбек пен Заманбекті өлтіруге тапсырыс берген кім? Оны кім орындады? Назарбаевтың қатысы бар ма? Рахат Әлиев бұл тапсырманы орындауға араласты ма? Бұған Дариға Назарбаеваның қандай қатысы болды? Осының бәрін ашсақ, бұл Назарбаев бастаған реваншистік күштерге ауыр соққы болатыны айқын. Бұл жерде мына жағдайға назар аударғымыз келеді. Рахат Әлиев аяқ астынан пайда болып ойына келгенін жасамады. Рахаттың артында Дариға Назарбаева тұрды. Ал оның әкесі кім екенін бәріміз жақсы білеміз. Яғни Рахат Әлиевтің іс әрекеті Назарбаевтардың бет-бейнесі. Олар Рахатқа шексіз билік бермесе, ойына келгенін жасауға жол ашпаса, қылмыстарына көз жұбайлықпен қарамаса, мұндай қылмыскер шықпас еді. Демек, Рахат Әлиевтің іс әрекеті үшін ең алдымен Нұрсұлтан Назарбаев жауапты. Назарбаевтан Рахатқа тыйым салыңыз, ойына келгенін жасап жатыр деп шағымданған кәсіпкерлерге қайтейін қолымды кесіп тастайын ба деп жауап бергені мәлім. Рахат Әлиев Назарбаевтың қолы болса, оның іс әрекетіне Нұрсұлтанның басы жауапты деген сөз емес пе? Рахат Әлиевтің міне осындай қылмыстарға қатысы болғаны анық. Оны Қазақстан футбол федерациясын УЕФА қатарына қосты деп көтермелеу нағыз ақымақтық екені түсінікті. Нұрәлі Әлиев әкесінің футболға сіңірген еңбегі туралы айтса, оның жасаған қылмыстары жөнінде де еске алуды ұмытпасын. Қос банкерді темір бөшкеге салып жерге көміп тастаған кім екенін еске түсірсін. Қазақстанда қаншама кәсіпкерге қысым көрсетіп, рейдерлікпен қалай айналысқанын ойға алсын. Қайырымдылық краны атанғысы кеп өзін періштедей ақ етіп көрсетіп жүрген Нұрәлі Әлиевтің бұл әрекеті Назарбаевтар отбасына тәңғылық. Назарбаевтарда түрлі қорларды құрып тастап, білім ошақтарын ашып, өздерін меценат қамқор, қолдары ашық адамдар ретінде көрсеткісі келеді. Өздерін ақтау, қайырымды жанбыз деп көрсету бұлардың ортақ ауруы. Шындығына келсек, Назарбаев қоры қайырымдылық атын жамылып іс жүзінде әрі активтерді өздерінің қолына шоғырландырумен айналысады. Мұны Назарбаев қорын жан-жақты зерттеген халықаралық журналистер консорциумы дәлелдеген болатын. Депутат Мұрат Әбеновтың мәліметінше, Назарбаев университетіне республикалық бюджет есебінен жылына 60 миллиард теңге бөлінеді. Бұл шамамен 120 миллион долларды құрайды. Құрылғалы бері 15 жыл өткенін ескерсек, бұл университетке қазынадан 2 миллиард долларға жуық қаржы бөлінді. Бұл әлемнің ең үздік университеттерімен теңесетін бюджет, бірақ сапасы жағынан әлде қайда төмен. Сонда миллиардтаған қаржы қайда жұмсалып жатыр? Үздік деп Қазақстанға әкелінген мамандардың жұмысы қайда? Университеттің ішіндегі жемқорлыққа наразылық танытып, студенттер әлеуметтік желіде материалдар жариялай бастаған еді былтыр. Әлемнің озық жоғары оқу орнына айналамыз деп уәде еткен Назарбаев университеті бұған шамданды. Студенттердің айтуынша оларға қысым басталып, қандай да материалдарды жариялауды тоқтатуды талап еткен. Бір сөзбен айтқанда, Назарбаев атауы жабысқан қорда университетте даудан арылмай келеді. Назарбаевтар қайырымдылық краны емес, ұрлық символына айналды Қазақстанда. Бірақ соны түсінгісі келе ме бұлар деген сұрақ туындайды. Нұрәлі Әлиевтің, оның шешесі Дариға Назарбаеваның, экс-диктатордың басқа да отбасы мүшелерінің қазіргі тірлігіне қарағанда, бұл олардың ойына да кіріп шықпайды. Себебі ұрлық жасау, өз халқыңды, мемлекетіңді тонау бұлар үшін қалыпты жағдай. Қайта сол ұрлықтан ажырағанына Назарбаевтар қапалы. Қайтсек сол қалпымызға ораламыз, қалай билікке жабысамыз деп күндіз түні шапқылап жүр. Қайта шапқан жау жаман демекші, Назарбаевтар қайта келсе, ел құрдымға кетті деген сөз. Бүгінге айтарымыз осы, құрметті көрермен. Ел даусы бұл елдің үнін жеткізетін арна. Бүгінгі бағдарлама жайында өз ойыңызды төменде комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Бүгінгі бағдарламаны дайындаған Шолпан Оразбекова және мен Талаптан Иманбай. Жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше.